жетінші бетте түсінбейтін. Мен арабшадан ондай сөз шықпайды. Мен арабшада словарь аз қолданам, абай жолына қарағанда. Онда мен түсінбейтін сөздер көп болып кетті. Өйткені мен ау бастан біз орысша қалыптасқаннан кейін қазақ тілін бізге үйрену керек болды да кейін. Мына осы мәселе. Мен сіздердің деңгейлеріңізге кішкентай балаларға ше мысалы. Балалардың да кітаптары бар. 3 жасқа, 5 жасқа ойыншықтармен қосып реттелген ғой. Қалай болса бұнда бір ақыл айтар едім, нәуреде. Психологиядан ғой. Реклама адамға әсер ету деңгейлері. Видеореклама 73% әсер етеді. Аудио 13%. Егер әке баласына айтса оқы десе, ол 10% әсер етеді. Егер әке үйінде қолына кітап ұстаса, күніне кешке 1 сағат, кітап оқу сағатын сайлап қойса, ол 73% әсер етеді баласына. Қандай да бір ата-ана баласына идеал. Балам білімді болғым келеміз, өзімізден бастап. 73% әсер етеді. Бұл адамның өзі табиғатына байланысты баланың. Ең үлкен реклама шынымен көрші. Бала көрсе, әкесін кітап береді. Ағам айтты ғой, кітаптар үшін. Мен шаршап келдім оқымай көресе, үйде табылды оқыма. Бала көрсін әкесінде. Содан кейін айтасың, ой, телефон шұқылайды, планшет шұқылайды. Әрине сен келесің, соны көресің. Алдай алмайсың баланы, ол көреді, ол 73% әсер етеді. Бұл мағынада оқы деп айтқаннан гөрі өзіміз оқиық үйде. Күнде кешке 1 сағат, жарты сағаттан бастайық, кітап оқу сағатын сайлайық. Әке отырсын, оқысын. Ол уақытта телефонды өшіру керек. Мен қазір жеке тоқтаймын оған тәсілдерге. Сен телевизорды өшіру керек, немесе тиыш бөлмеде оқи беру керек, басқа. Енді жеңгеміз келеді, өзі оқып қапты ғой деп бір-екі мазақтайды, үшінші балалар келеді, бір айланады, мойнына бір минет сөйтеді, бүйтеді, детский бір кітап ойыншықтар әкеліп қойсаңыздар, оны оқи бастайды. Көрсету керек. Шынымен, әсер еткің келе ме білуге көрсет. Омар ибн Абдул-Азиздің мынандай бір сөзі бар. Үндемейтін ақиқатты жеткізуші бол дейді. Шәкірттер түсінбейді. Қалай дегенде? Істейді. Үндеме, ақиқат істе, адамдар әсер етеді. Яғни бір ақиқатты, кітап оқу деген ақиқатты жағымды істімен айтқым келсе, оны оқу деп сайраудың қажеті жоқ та. Енді біз сайрақтырық бүгін енді мамандық сондай. Сіздер отбасыларыңызда онда қажет емес оқу деп. Өздеріңіз бастаңыздар. Өзіміз бастаймыз. Кітап алайық. Кітап оқу әдеті біздің өмірімізге қосыла ма? Оның дәмін бір сезген адам болды. Бұл Құдайдың ең үлкен парызын істеді деген сөз. Алғашқы бұйрығын істеді. Ал одан кейін келетін өмірлік бытовой әрекеттеріміз бәрі реттеледі. Біздегі қоғамда қай салаға қарамасақ, здравоохранение, образование, финанс, экономика бәрінде белгілі бір кризис қой. Өйткені қоғамда бізде приоритет ауыс кеткенде. Құнды емес нәрсе, құндының орнын алған, ақиқи құнды желтоқсандық статистикада 12 орынға түсіп қалған. Біз бұл деңгейімізбен бір әңгіме айтпақшымыз да әлемге. Бұл да бір өтірік, өзімізді алдау негізінде. Мүмкін болса ағалар өзіміз бастау. Мынандай тесттерінде 2013-14 жылдары енді қара жұмыс істейтін адамдар бар. Соларға күніне 10 минуттан кітап оқисың ба деді. Қойшы уақыт жоқ деді. Мен саған 10 теңге нетелік деді, 10 минутқа. Бір ай оқисың, но міндетті түрде оқисың. Маған бәрібір қандай кітап оқисың, маңызды оқы. Мен саған күнім айына 30 мың теңге береді. 2-3 адам солай істелінді. Айдың соңында қоңырау шалады, амандасады, сөйлеседі. Сен кімсің? Мен пәленшемін, тоқта сен емессің дейді. Менмін деді. Адам күніне 10 минуттан оқыған, бір айдан кейін өзгергенді. Қара жұмысшы әйтпесе. Әдепті сөйлей бастаған. Лексикологиясы түзелген. Ойлау мәнері түзелген. Бұл күніне 10 минут оқыған адамнан болған көрініс қой. Егер күніне жарты сағаттан оқыған болса, біз бірден байқамауымыз мүмкін. Алайда ол болады. Ол міндетті түрде болатын нәтиже. Біз себептен сұраламыз. Себептің хақысын беріп істеу керекпіз. Олай болса,
және қайтамыз 73% реклама істегіңіз келсе баламызға, көршілерімізге, туыстарымызға онда айтпа, онда істе. Құрбандық беріңдер дейсіз ба, онда көзіңіз. Кітап оқы дейміз ба, оқиды. Басқалар әсер. Сұрақтарыңыз бар ма? Тақырып. Келесі сұрақ, қалай оқимыз? Оқу процесінің өзі өте бір сан қилы бір мәселе. Мында тұр. Балалар қатты ойламыз керек емес нәрселерді мектепке дейін уже ағылшын білу керек балаларға. Мен ойлаймын да кейін қатты нагрузка бермеймін қыз балаға, потому что бұның миссиясы басқа ғой деп. Или дұрыс па Миссия басқа дегенде қазан жағалау дейсіз ба? Жоқ, дұрыс қой, бірақ оның бәрін түсіндім, мынандай мәселе бар. Мен сөзім емес. Өткен аптада Петербургта бір докторлар келді, психологтар, интеллектум деген бір орталықта болдық. Павлодарда. Адамның даму деңгейлерін зерттеген ғалымдар ғой енді. Сол кезде қызық сұрақ сұралды. Адам қай уақытта қалыптасады? Бала кезінен. 10-ға дейін деді. Неше жас деді ғой? Адамның ақылы 10-ға дейін отырған болса, адекватный, аналитический, немесе критический мышление отыратын болса 10 жасқа дейін. Ол отырады дейді. Кейін қиын болады. Яғни нагрузка ауыр деу мәселе әрине жөн жоқ, жүктеп те керек жоқ. Оның тәсілі бар, дамыту. Қазіргі таңда енді реклама істеп тұрған жоқ, интеллектуалдық ойындар бар, өте керемет. Мидың нейрондарын тірілтіп жұмыс істетеді. Бұл оқу процесіне үлгеріп өз мектебінен толып шаршап жүрген оқушылар бар ғой енді, мынандай 10 килограммдық рюкзак тасып, үй тапсырмасын істеп үлгермей жүргендер. Оларды сөйтіп қосымша бір дозировать ету керек та. Ойын арқылы миын дамыту керек ары. Балаға жүк ауыр болмайды. Өйткені ақыл Алланың жаратылысында өте ерекше. Адамның физикалық потенциалы 300 килограммнан кейін көтере алмайтын болса, ақыл және береді. Тағы не бар? Бұл ғылыми дәлелденген Петербургтың психологтарына айтады. Ісімен көрсетілді. Саға біз ата-анамызға ондай әсер етеміз ғой. Ата-анамызды қалай? Ата-анаға әсер ету біраз қиын. Жеке басым былай істедім. Мен достарым көп. Ауылға барған сайын біреу деп барады. Әңгімеде сөйтемін, біреу деп барып үйге. Әкем бұрсат негіз біреусіз келсе. Жаңылсың ба деген. Біреу деп келесің. Өтіп болса да жолдастар үйге шай ішіп деп. Енді келген кезде мен келетін адам рекламасын істейді. Ой, бап, міне. Мұрат деген жігіт келді. Бұл деген енді керемет жігіт. Сондай бір дос. Сындаңыздар. Оққан, анда оққан, мұнда оққан, Гарвард бітірген, бүйткен бәленше деп рекламасын өте жақсы істейді. Содан кейін Мұратқа айтамын, әкемнің мынандай проблемасы бар, ағамда мынандай проблема бар, маманың мынандай сұрақтары бар. Мен саған условия создавать етемін, барып отын жағуға кетіп қаласыз, досың істейді. Өйткені біз шынымен бет етеміз нәтижесінде. Және біз бұл жұмбақта жауапты демеспіз, әке-шешемізді мотивировать етуге. Жақсылыққа да итермелеуге тырысамыз, көрсетуге тырысамыз, тек ол біздің қолымызда емес ағалар. Біз жауаптымыз, біз содан жауапты. Біздің міндет сол. Әсер ете алсақ жоғарғы буынға, нұр үстінен сол. Әсер етудің жаңағы бір тәсілі осы. Сырттан біреу арқылы сөйлейді. Ойынды олардың туыстарының, әке-шешем мен ағам басындағы қырсық сұрақтарына досыма жауап бергіземін да. Мен айтсам тыңдамайды солар. Әйтпесе шақырған адам біраз бедейді ғой, оны регламасын істеу керек. Және бұл бапта әке-шешемізге оқу өсиет ететін біздің қабілетіміз жоқ. Нәтижесінде біз олардан әлде қайда аз оқығанбыз да. Дәл осы қауымның әке-шешесі 80-ші жылдары біз өлгенше оқып бітірмейтін кітаптерді бітіріп салған шығар. Ол сондай еді, сол заман. Сұрақтарыңыз?
Келесі сұрақ, енді білімді айттық. Ол не дедік, бір жейтін нәрсе дедік, маңызды дедік. Қалай болса да, енді қалай оған жақындаймыз. Жақындаған кезде оның да бір әдеттері бар. Өйткені әдеп деп екінші деп тұр ғой, соны түсіндіріп кетейін. Не әдеттері бар дедік. Білім, имам Шафиидің ұстазы Ваки былай айтқан. Шакауту илал Ваки суала. Мен ұстазым Вакиге шағымдандым, еске сақтау қабілетім азайып кетті дейді. Сол кезде ұстазым маған айтты: "Ей шәкіртім, әдепсіз істермен күнәдан аулақ болды. Шынында білім Құдайдың нұры, ол әдепсізге қолдайды." Олай болса, бұл білім, ақиқат Алланың сипаты болса, оның шағылысы біз болу міндет болсақ, әдепсізге ол қолдайды. Орыс тілінде термин бар ғой, начитанный, информированный, эрудированный, но далеко не знающий. Адам көп оққан болуы мүмкін, көп нәрседен хабар болған болуы мүмкін. Тек білімді деп айту біраз қиын. Барлығы бүткіл мағлұмат білім емес, шатастырып алмайды. Білім ол шынайы Құдайдың нұры. Ал ол әдеппен келеді. Алма піседі ғой, бұтақтар иіледі ғой. Ақиқат білім адамды ию керек. Мақсаты адамды тәрбиелеу. Ал егер әдепсіз болған болса, ол адамды ет, құлай. Содан кейін көреміз. Кейбір доктор профессорларымызды әдепке біраз әдепсіз істерін байқап қалдыңыз да, нәтижесінде. Не? Әдепсіз берілген білім адамды өлтіреді дейді ғой. Білім өз нәтижесінде қару. Шынайы қару. Пышақ сияқты адамды да өлтіре аласың. Ет турап пайдалыға қолдана аласың. Тозаққа кіретін алғашқы 3 топтың ішінде бірінші кім тұрады? Ғалымдар. Сіздер ойламаңыздар. Білім тек қана жәннатқа апарады, бақыттылыққа келеді. Тозаққа бірінші кіргізетін сипаты. Тек бұны дұрыс қолдану керек. Бұл қару. Бұл миллион адамға әсер ететін қару да. Оны дұрыс пайдаланбаған болсақ, теріс бағытта қолданған болсақ, зиянына шегеміз. Ал теріс бағытқа апаратын көп жағдайда білім деп айтатынымыз әдепсіз үйренбендіктер. Және ниет бастауға. Олай болса, кітап оқыған кезде, қандай да бір кітап алсақ, бізде албастан ниет керек. Енді бізде ағалар жақсы түсінеді. Оқу үшін оқимыз ғой, енді апта соңында мен галочка көрсін көріп отырмын. Күнде оқимын дегендей. Оқу үшін емес, түсіну үшін оқиды. Мүмкін болса. Галочка үшін емес та. Ақиқат толық берілу. Кітап, мен сен қазір оқиын, мен сен оқыған кезде сен ашыласың деп. Ол ашыла. Ол жай ашылады. Но ашыла. Түбі ашуға болады. Оның ішіндегі мағлұматты, нұрын, тұнған қаймағын өзімізге алу керекпіз. Бұл да әдеппен ниетке байланысты келетін нәрсе. Әйтпесе білімнің қақпасын 100 жыл соқты, бұл есігін ашып. Әдепсіз адам бар. Барады, аулақ жүр. Ананы оқы, мынаны оқы, жүр дейді аулақ. Ақиқат білім болмайды. Алданбамайды. Келесі толық берілу. Толық берілуді екі түрлі түсінуге болады. Біріншіден, студент күніне 10-13 сағат оқымаса, ол толық берілмеді. Ол студент емес, бізде дейді. Студентім деп айтып, әке-шешесін алдамасын дейді ұстаздар. Ал біз күнделікті 1 сағат немесе жарты сағат оқитын болсақ, аға, енді жарты сағат кітапқа көңіл бөлдік, 10 минутын шықладық, 10 минут ертеңгі жоспарды ойладық, нәтижесінде 10 минут түсіндік кітапты. Қалған 20 минут бос кетті. Біз уақыт бөлген болсақ, сол уақыттың хаққысын беру керекпіз. Мен күніне 20 минут кітап оқимын. Мысалы, ол кітап оқыған кезде ұялы телефонды алыс қою керек, бәлкі өшіру керек. Жабылмайды, төңкерілмейді. Өйткені сонда уақыт таңдадық. Ал сол бөлген 20 минуттың хаққысын беру керек. Ұрламайды. Оқу процесімізде, бұл айтқан кезде, ғибадатымыздан ұрламайды. Бұл өте үлкен жаман сипат. Толық берілу мәселе осылай. Күніне 20 минуттан кітап оқыдық па, ағалар, сол 20 минуттың хаққысын берейік. 1 сағаттың хаққысын берейік. Қандай іске істеген болсақ, толық берейік. Екіге бөлінген, Құранда аят бар, адамның көкірегінде екі жүрегі жоқ, біреу ғана. Бір істедік па, оның хаққысын беру керек. Екіге бөлінбейді. Сұрақтарыңыз? Недайлық білімді основной уақытта қою керек дейді ғой. Енді қазір жұмыс істеп жүрміз, не алатынымыз болса қара мәселе. Таң намазынан кейін уақытта Пайғамбарымыз солай айтқан, Аллахумма барик ли уммати фи букуриха деген. Шынында өте бір қиын кітап бар еді. Біздің факультетте усул фиқх деген. Оның сабағы таң намазынан кейін қоятын ұстаздар.
неғып пайғамбарымыз гарант болған дейді да Құдайға. Таңның уақытында береке болады. Болды. Бұл қабыл болған дұға пайғамбарымыз. Тек біз сол қабыл болып қойғанды реализациясындағы әрекет ету керек. Яғни сәл ерте тұру керек, немесе сол тұрғаннан кейін жатпау керек та. Сол кезде нейрондар жақсы жұмыс істейді. Әдеттендіру керек, әдеттендіру керек. Шағат тазын ойлау керек, онда көрсеттеріңіз ғой. Мен қателеспесем, қазіргі балалардың 90% әке-шешесіне ерте тұрады аға. Бәлки біз қиналамыз оларды балабақшаға апаруға да. Ол жағынан проблема болмайды деп ойлаймын негізі. Сұрақтарыңыз бар ма? Келесі мәселе қазынаны ашу мәселесі ғой. Бұл егер шынайы Құдайдың нұры қазына деген болса, кілті оқу деген процесте басқаша ол ашылмайды. Клубта ашайық, оқу процеспен әйтпесе басымызды басқалар толтырады. Түсінікті үйретті. Казалось бы, түк жоқ. Бұл өте маңызды. Егер кілт бізге берілген болса, ол кілт бар. Оқу процесі бәрімізде бар. Тек оны біз пайдаланбай жатырмыз. Мен қазынам болса, оны жоқ дегенде күніне бір қарап тұрамын ғой. Шаңысын қойып деген сияқты. Білім ол шынайы қазына. Оны күнде ашып бір қарап, диалогқа түсіп тұру керек мүмкін болса. Мүмкін болса, диалогқа түсіп, кітаптың шытырлап, бейсін иіскеп қойып, ұстап қойып, әсерлену керек. Оқу процесі өмірімізде жанданған, біз нұрланамыз. Оқу процесі өмірімізден алынып, қараймыз. Біз 100 жерден ойлаймыз, біз кереметпіз деп, олай емес. Ой, қате. Не оқу процесі жоқ. Біз мүмкін емес оқу процессіз керемет болуға. Бұл айтқан кезде имансыз жәннатқа кірем деген сияқты ой тұр ғой бәрі. Сол сияқты оқусыз кереметпін деген бұл ой тұр. Оқусыз керемет болмайды. Мүмкін емес. Кілтімізді шифрларды дұрыс пайдалансақ, нәсіп болады. Сұрақтарыңыз, құрметті ағалар, келесі мәселе. Болды. Осымен. Бір-екі статистика айтайық осыларда. Білім күш дегенге. Шынайы үлкен мемлекеттер күшті, державалар. Егер ислам әлемінде Аббасид Уммауидтердің кезінде десек, мемлекеттік доходтан 40% бөлінгенде білімге. Біздің қазіргі таңда бюджет жетпейді. И сұрақ қандай. Америка қанша бөледі? Әскерге және білімге. Қазақстан қанша бөледі? Қазіргі таңда егер әлемде 100% кітап шығатын десек, 94%-ын батыс шығарады. Ислам әлемі 60% шығарады. Оның көбісі Құранды қайтып шығарған ғой. Бұхариді қайтып шығарған, соны қосып 6%-ға толтырғанбыз. Бұл біздің көрсеткішіміз. Реальный жизни дейді ғой. Бүгінгі таңдағы біздің жағдайымыз. Біз нәтижесінде ислам әлемінің географиялық деңгейінде үлкен деген болса, онда біз де соның ішіндеміз. Қалай киінейік, қалай өзімізді алдамайық, нәтиже болса. Тек бұған разы емеспіз. Әрекет етейік, шығамыз ба шығамыз, елу жыл. Елу жыл жаңа дедік қой. Егер немістер істеген болса, неліктен біз істейміз? Атамыз Қошқарбаев немістерге туын тігіп кеткен. Біз де тігіп кетейік. Олар 50 жылда жетсе, біз 40 жылда жетіп барайық та арттарына. Бола ма? Оқу процесі. Өйткені бақытты өмірге жақсы бір керемет кезеңге надандар алып келмейді. Өтірік ол. Надандар өз надандығында белшесіне батып жатады. Одан пайда да болмайды. Не отбасына, не ұлтына, не мемлекетіне, не дініне. Егер пайда істеймін десе де зияны көп болады. Не білмейді. Көп жағдайда пайда істеймін деп зиян келтіретінді білмегендіктен. Құдайдың бірінші иқра бисми раббикаллази халақ орындамасақ, басқалардың бәрі бос кетеді. Келесі бір мысал білім күш дегенге. Әлемде ең үлкен ғимараттар бар ғой. Нәтижесінде ол біліммен тұрғанда керемет бір конструкция бұл бір біліммен. Адамдан Құдай тағала адамға берген ең үлкен нығмет иман десек, одан кейінгі білім. Оқу. Оқу қабілеті барлық білесіңдер. Барлық. Бұл шынай. Кімде білім бар, ол күшті. Қазіргі таңда солай санасады. Білімсіз бар, күшті. Енді ағалардың көпкелерін дәуір өтеді. Енді
қияметтің алдында білімдерді